Сәлем достар, сіздермен сарағаш әттілері. Бүгінгі бағдарламада минутка самсасын дайындаймыз. Бізге керегі ұн, айран, сары май және тұз, сода қажет болады. Ең алдымен айранға тұз бен соданы жақсылап араластырып қоямыз. Және де ұнға сары майды салып, қолымызбен жақсылап араластырып біріктіреміз. Яғни крошка жасаймыз. Достар, мен бұл самсаның құрамын және мөлшерін төмендегі астындағы описанияға жазып қалдырамын. Және де менде мына жерде видеода көрінбей қалған екен. Осы үстіне жаңағы крошканың үстіне айранымызды қосып жақсылап осындай әдемі жұмсақ эластичный қамыр илейміз. Бұл қамырымызды пищевой пленкаға орап 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Және де осы аралықта біз самсамыздың ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін ең алдымен тартылған ет, құйрық май және пияз және де тұз, дәмдеуіштер қажет болады. Пиязымызды жақсылап майдалап турап, тартылған етімізді үстіне қосамыз және де тұзды дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап біріктіріп араластырамыз. Достар, егер де видео ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Мен өте қуанатын боламын. 30 минутта жаңағы дайын болған қамырымызды алып, теңдей етіп 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөліктен бізге майда 10 бөліктерге бөліп шығамыз. Сонда бізде 40 штук самса шығады дәл осы қамырдан. Бұл самсаның осы ерекшелігі де осы қамырында өте дәмді. Біздің үйдегілер осы самсаның қамырын жегелі басқа самсаларды жегісі келмей қалды. Қатпарлы, басқа да түрлі самсалардың түрлері көп қой. Ешқандай самсаны емес, осы самса біздің үйдегілерге өте қатты ұнайды. Сізге де ұнайтынына мен өте сенімдімін. Себебі бұл өте қамыры, өте дәмді, сондай керемет. Бұның самсаны енді барлығын жайып болғаннан кейін түйіп бастаймыз. Түйілу жолы да өте оңай. Минутка самсасының екі жағын біріктіріп, қарама-қарсы екі жағын бір-біріне түйіп, және ортасына барлығын біріктіріп түйеміз. Сонда бізде былайша айтқанда домалақ пішінге келтіреміз. Барлығын осылай домалақ пішінге келтіріп, осындай мен бір листін, яғни 20 штук самса сияды менің листіма. Бір листіні осындай домалақ минутка самсасын жасадым, және екінші листіне самсаның басқа да түрлерін түйіп көрсеттім. Ол келесі видеоларымда болады. Осы келесі видеоны менен көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сонда келесі видеоны міндетті түрде бірінші болып көретін боласыз. Және де дайын болған қамырымыздың бетіне бір жұмыртқаны жарып, әдемілеп жағып шығамыз осылай щеткамен. Және де бетіне қалауларыңызша кунжут сепсеңіздер болады. Ағын немесе мен сияқты мынандай менде аралас кунжут бар екен. Сол аралас кунжутымды сеуіп шықтым. Және де пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Әркімнің духовкасына өздеріңіз қарайсыздар. Менің духовкамда 170 градуста 30-35 минутта пісіп шықты. Енді осы самсаны жасап көріңіздер, достар. Өте керемет, өте дәмді. Үйіңізге қонақ келе қалса да осындай керемет, сүп-сүйкімді, әдемі, топ-томпақ осындай минутка самсасын жасап көріңіздер. Достар,